Сәлеметсіздер ме? Тақырыбы, тема: ғарыш кеме, космический корабль. Мақсаты, цель урока. Мәтіннен нақты мәлімет тауып оқисың. Мәнде сөздерді қолдана отырып сөйлейсің. Жаңа сөздерді үйренесің. Научишься находить в тексте нужную информацию и синонимы. Узнаешь новые слова. Бүгінгі тақырып бойынша жаңа сөздер: новые слова, арнайы, специальный, тар, тесный, шақырым, расстояние, оралу, возвращение, салмақ, вес, жоғалту, терять, утрата. Өз ойыңмен бөліс. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Ғарыш кеменің іші қандай? Онда не бар? Ғарыш кеме қандай жылдамдықпен ұшады? Ғарышкерлер неліктен қабырғаға байланған арнайы қапта ұйықтайды? Ал енді тыңдайық. Мынау ғарыш кеме. Ол 1 минутта 600-700 шақырым биікке көтеріледі. Ғарыш кеме жерге қайтып оралады, бірақ зымыран жерге оралмайды. Ғарыш кеменің сыртында адам өмір сүре алмайды. Ғарыш кеменің ішінде де біраз қиындықтар бар. Ғарыш кеме ауада қалқып жүреді. Ол жақта барлық зат салмақ жоғалтады. Ғарыш кемеде ғарышкерлер арнайы қапта ұйықтайды. Ұйықтау қабы қабырғаға байланып тұрады. Есте сақтайық. Ғарышкерлер зымыранмен ұшты. Ғарышкерлер ғарышқа ұшты. Ғарышкерлер ғарышта болды. Ғарышкерлер айды көрді. Ғарышкерлер ғарыштан оралды. Ғарышкердің арнайы компьютері болады.